Баршаңызға сәлем достар. Осы барлығымыздың сүйіп жейтін өрік мейізбен жаңғақтардың денсаулыққа қаншалықты пайдалы және қаншалықты зиян екенін ойланып көрдіңіздер ме? Дүкеннен сатып алған кезде өрік мейіздер және жаңғақтар өте таза болып көрінеді. Бірақ та біз көбінесе өрік мейізді ғана міндетті түрде жуамыз. Ал жаңғақтарды сіздер жуасыздар ма? Қараңыздаршы. Көзбен қараған кезде жаңғақ өте таза болып көрінеді. Бірақ та бұл олай емес. Қазір мен сіздерге оны жуып көрсетемін. Жаңғақтарымыздың үстіне салқын су құйдым. Енді қазір қолмен жуамын. Қараңыздар, су ластана бастады. Қазір суды жақындатып көрсетемін. Жаңғақтардың осыншама кір екенін осы су ластанбаса адам сенбес еді. Себебі басында көрсеткендей таза болып көрінді. Жаңғақ дәндерін суды 2 мәрте ауыстырып жудым. Сол кезде ғана олар тазарды. Достар, сіздерге де жаңғақ дәндерін міндетті түрде жууға кеңес етемін. Қараңыздар, қаншалықты кір. Осының бәрін жумай жесек, ішімізге кетеді. Ал енді жуылған жаңғақтың дәндерін судан сүзіп алып, протеинге осылай саламыз. Сосын арасындағы қоқыстарды және ағаштарды тазалап алып тастап, духовкада 180 градуста 10 минут кептіреміз. Дәндерді духовкада кептірген кезде сонымен қатар ол қуырылып өте дәмді болып шығады. Ал енді миндаль, яғни бадамның дәнектерін жуып көрсетейін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бұл дәнектерде таза емес болып шықты. Суымыз тағы да ластана келді. Жуылған дәнектерді тағы да сүзіп алып, протеинге орналастырамыз. Келесі кезекте жер жаңғағының дәнектерін жуып көрсетемін. Бұл видеода көріп тұрғандай, жер жаңғақтың да дәнектері таза емес болып шықты. Оларды жуып, сосын судан сүзіп алып, протеинге орналастырдым. Және духовкада 180 градуста 10 минут кептіріп алдым. Мінекей достар, біздің жаңғақтарымыз кепті. Енді оларды толық суығанын күтеміз. Суығаннан кейін целлофандық пакетке немесе арнайы ыдыстарымызға салып сақтаймыз. Қараңыздар, қандай тап-таза болып шықты. Ендігі кезекте өрік мейізімізді жуамын. Олардың да таза еместігін көрсету мақсатында. Енді өрік мейізді барлықтарыңыз жуасыздар деп ойлаймын. Сондықтан жай ғана айта кетейін. Өрік мейізді мен жуамын. Сосын қолыммен қатты сығып, салфетканың немесе майлықтың үстіне түсіріп кептіремін. Ал сіздер өрік мейізді және жаңғақтарды қалай тазалайсыздар? Сол туралы комментарийда жаза кетсеңіздер қуанып қалушы едім. Маған да өте қызықты. Барлықтарыңыз осы өрік мейізді ғана жуасыздар ма, немесе жаңғақтарды да мен сияқты тазалайсыздар ма? Достар, қазақ тілді контенттің дамуына үлестеріңізді қосып, осы каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуларыңызды өтінемін. Сонымен қатар басқа да әлеуметтік желілерде осы видеоның ссылкасымен бөліссеңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.